Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Мен сіздермен бүгін тағы бір кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеомда мен сіздерге ассорти овощ маринадтауды көрсетемін. Оны қыз-келіншектер бәрі біледі. Мен де өз әдісімді жасап көрсетейін дедім. Себебі менің жасаған салатым, ассорти салатым өте тез дайын болады. Дайындағаннан кейін бір суткадан кейін ашып жей берсе болады. Оны жабудың да қажеті жоқ. Жай осындай мынандай ыдыстар болса, осыған дайындап қоямыз да, міне бір суткадан кейін былай дайын болады. Мен мұны кеше осы ыдысқа салып дайындап қойдым. Міне қалғаны. Енді бүгін міне ыдысқа салып жей береміз. Міне осындай салатты жасалу түрін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Үйлеріңізден береке кетпесін. Аман сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараймыз. Міне үйде осындай заттар қалған екен. Жарамайды тамақ істегенге деп мынандай бір тәтті бұрышты қалдырған қызым. Бір сәбіз ашып алдым. Және мынандай помидорлар. Бір жағы осындай ұрылған, қарайған. Міне мынандай, қазір осылардың бәрін кесіп алып тастаймын да, жеуге жарайтын затқа айналдырамын. Міне осындай қияр. Осы және бір 3 лавр жапырағы керек. Осыларды қосып, мен бұған қандай салған жерін екіге бөлемін де. Міне жаңағы овощтарымыздың бәрін турап алдық. Енді бұған біз қайнап тұрған су құямыз. Міне осындай ыдыста 1,5 литр суды қайнатып алдым. Қазір осы ыстық суды мына тураулы тұрған овощтардың үстіне құямын. Он 15 минутымыз өтті. Енді ашамызда мына құйған суымызды төгеміз. Ірі етіп тұрағандықтан түсіп кетпейді, суы жақсы төгіледі.
Асықпай барлық суын төгіп аламыз. Дайындау барысында мен капуста туралы ұмытып кеткен екем. Соны жеке бөлек турап мұнда ыстық суға сап қойдым. Мұның да ыстық суын төгетін боламыз. Енді капустамызды осы огурцы помидорымызға қосамыз. Міне араластырып қойдым. Огурцы, помидоры, қияр, помидор араласып тұрсын деп араластырып қойдым. Қазір енді бұның бетіне қажетті заттарымызды саламыз. Мына жерде мен дайындап қойдым. 1 ас қасық тұз. Егер 1 ас қасық аздау болады деп ойласаңыздар, өздеріңіз тұздылау жақсы көрсеңіздер, тағы 1 ас қасық салсаңыздар болады. Мына жерде 3 ас қасық қант. Енді 4-5 ас қасық сұйық май. 5 ас қасық. Енді қайнап тұрған, мына жерде міне 1 литр ыстық су. Осы 1 литр суды құямын қазір. Қажет болса тағы да құямын. Уксус 70%-тік уксус, 70%-тік 1 шай қасық. Қасықпен басып қоямыз. Араласын деп қозғап қоямыз. Суымыз шамалы аздау сияқты көрінеді. Осындай бокалмен тағы 1 бокал ыстық су қосам. Жақсы батып тұрғаны керек көкөністеріміздің. Енді жаңағыдай тарелка ма, или кішірек қақпақ па, қандай үйіңізде бар, сонымен бүйтіп қоясыз да. Қақпағын жауып 1 суткаға қалдырасыз. Кәне көрейік. Сіздің кешеге салатыңыз ба? Иә, кеше жасадым ғой осы салатты. Бүгін міне ыдысқа салдым. Сен жеп көрді, маған өзіңнің пікіріңді айтшы, эксперт болшы менің салатыма. Кәне? Жарайды. Қалай екен, Айбек? Апа, не деген дәмді. Менің апам сияқты осындай салат жасап жүріңіздер. Лайк басып, подписка басып, комментария жазып жүріңіздер. Құр өзінде жей беруге болады, е? Тұзы да, жаңа құйған уксусты ешқандай білінбейді, е? Сондай дәмі ерекше, былай жей бересің. Кез келген тамаққа қосып жей беруге болады, е? Міне, көрермендер, ас болсын, сіздер де осындай ассорти салат жасап, кешкі астарыңызға, түскі астарыңызға қосымша ретінде пайдаланыңыздар.